Сіздерге айтатын еліміздің болашағы өздерінің қолдарында. Мынау тазалыққа қарауымыз керек. Қалғандары сіздерден үлгі алу керек. Мына жаға таза болу керек. Таза Қазақстан болғанда бәрі таза болу керек түгел. Бүгін Дубағалы көлінің жағасында таза жағалау акциясы ұйымдастырылып отыр. Таза Қазақстан концепциясы аясында. Аталмыш шараға ауданымыздың жасыл ел жасақтарының сарбаздары қатысып отыр. Демалушыларға қоршаған ортаны сақтауға, тазалықты сақтауға және де қоқысты тастамауға насихаттау жұмыстары да жүріп жатыр. Басты мақсаты осы жастарымызды экологиялық мәдениетті қалыптастыру болып табылады. Және де осы демалушыларға үлгі болып табылады. Осы біз жасыл ел жасақтарымыз таза Қазақстан акциясында осы тазалық жасаудамыз, әр жатқан қоқысты жинаймыз, жалпы осы еліміздің тазалығын сақтауға сәл өзіміздің күшімізді салып, өзіміз атсалысудамыз. Таза Қазақстан акциясын тағы да алға қарай қозғалта берейік. Еліміз жерімізді қоқыстамай, артымыздан жинап, ластамай жүре берейік.